Бақытты жандар тұратын мекен, қуыршақтар қаласы және байқұс интроверттер тұратын үй. Бұның бәрі сценаристердің немесе жазушылардың ойынан шыққан жоқ. Бұлар тым ерекше тұрғындардың өз тұрағы болып кеткен шынымен ақ бар жерлер. Бұл ауылдың атын көптеп дүниеге келетін егіздер шығарды. Жалпы, дүние жүзінің басқа жерлерімен салыстырғанда, бұл жерде егіздер 6 есе жиірек туылады екен. Бұл жерде тіпті дүние жүзіндегі алғашқы егіздер мен олардың ата-аналарының ассоциациясы ұйымдастырылды. Кохиндедегі көне көз қарияларының айтуы бойынша, ауылда егіздердің жиі-жиі туа бастағанына соншалықты ұзақ уақыт өткен жоқ. Шамамен 15 немесе 20 жыл болған. Әзірше бұл феноменді ешкім ғылыми тұрғыда түсіндіріп бере алмай отыр. Үндістандық егіздер ауылы әлемдегі егіздері көп жалғыз жер емес. Нигериялық Игбо-Ора қаласында да осыған ұқсас ахуал қалыптасқан. Бұл жағдайда ғылымдар феноменнің себептерін айтып берудің сәл алдында тұр. Олардың пікірінше, көп тұқымды жүктілікке жергілікті тұрғындар күнделікті дерлік азық ететін кассава өсімдігі себеп болады. Бразилиялық пираха үндістері. Бразилиялық Амазонас штатында Майси өзенінің жағалауында ит тұмсығы өтпейтін қалың джунгли ішінде әлемдегі ең бақытты адамдар болып саналып жүрген пираха тайпасы тұрып жатыр. Бұл тайпада әлеуметтік иерархия деген жоқ. Ол жерде басқаларға не істеу керек екенін айтуға тыйым салынған. Пираха тілінде дәл қазір дәл осы жерде болып жатқан нәрселердің басқа жайында әңгімелесу мүмкін емес. Оның есесіне дуылдап, шулауға және ысқыруға болады. Сандарды білетіндері сөздері жоқ, бар жоғы 2 түсінік қана бар, бір және бірнеше. Бұл халықтың өкілдері адамның жасы турасында ойланып бас қатырмайды. Аты жөндерін өзгертуі мүмкін және тәулігіне 2 сағат қана, әр 6 сағат сайын 30 минуттан ұйықтап алады. Тайпада толласыз бақыт атмосферасы үстемдік құрды. Бұның себебі тек қазіргі сәтті ғана ойлайтындықтан. Пирахалықтардың азық-түлік қорын жинамайтындығы мен сатып алуға болатын заттарды жасап алу үшін еш еңбек етпейтіндігі мен табиғатпен үйлесімде өмір сүріп, жай ғана өмірдің рахатына бөленуге тырысатындығымен байланысты болуы мүмкін. Централия, ақш. Ал Централияны 2016 жылдан бері 10 адам ғана мекен етіп келеді және олардың үйлері отқа оранған түпсіз тұңғиық үстінде тұр. Олар үйреніп кеткен жерден кеткісі келмегендіктен ғана жылжымалы жер қыртысы мен тұншықтырғыш газдың әлегіне көніп отыр. Бар бәле 1962 жылы жергілікті атқамінерлер қараусыз қалған шахтаның ойпатына қордаланған қалалық күл-қоқыстан құтылу үшін өрт сөндірушілер командасын жалдаған кезде басталды. Әйтеуір, бір нәрсе дұрыс болмай қалып, от іргелес туннельдерді де шарпыды. Оттың қатты жанғаны сондай, оны сөндірудің еш ыңғайы келмеді. Жер астындағы көмір әлі бықсып жанып жатыр. Пенсильванияның билігі бұл қалаға көшіп баруға тыйым салды. Ал әлі тұрып жатқан әулеттер Централиядан көшіп кеткен кезде ол елсіз мекенге айналады. Нагоро, Жапония. Бір қарағанда Жапонияның бұл ауылында 380-ге жуық адам тұратындай болып көрінуі мүмкін. Шын мәнінде тұрғындар әлде қайда аз. Мысалы, 2016 жылы олардың саны небәрі 30 болған еді. Қалғандары кімдер? Қалған тұрғындар суретші Цукими Аяно арнайы жасап шыққан адам бойлас қуыршақтар. Бұл кісі Нагорода дүниеге келген, бірақ кішкентай кезінде ата-анасымен бірге көшіп кеткен. Қайтып келген суретші жерлестерінің саны 300 адамнан 40 адамға кеміп кеткеніне қатты қынжылды. Сол кезде жапондық әйел адам бойлас қуыршақтарды жасай бастады. Кейбірі бұрын сол жерде тұрған кісілерге ұқсас болды. Кей бейнелер суретшінің қиялынан туды. Қазір
Нагородан 350 қуыршақты көруге болады. Бұл жер көңілге қорқыныш ұялататындығына қарамастан, ол туристер баратын көрнекі орынға айналып, бейресми түрде Тұлыптар ауылы деген атауға ие болды. Лилидейл, ақш. Бұл елді мекен Нью-Йорк штатының солтүстік батысында орналасқан. Бұл жерде өздерін сиқыршылар, медиумдар және экстрасенстер деп айтатындар тұрады. Барлығы 270 адамға жуықтайды. Бұған қоса бұл жерге кенттің тұрғындарының ғажайып қасиеттеріне сенетін 22 мың адам жыл сайын келіп тұрады. Айтпақшы, Лилидейлге танымал тылсым күш Supernatural сериалының эпизодтарының бірі арналған. Бұл серияда әртүрлі жын шайтанды іздеп жүрген ағайынды Винчестерлер түсініксіз кісілер өлімі болған кезде осы кентке барады. Ақыр соңында жын періні аулаушылар өздерін медиумбыз дейтін Лилидейлдің тұрғындары көз бояушы дүмшелер екенін анықтайды. Ведикалық шаһар, ақш. Бұл ерекше елді мекенде 250-ден астам адам тұрады және олардың бәрі ведаларға, индуизмнің ежелгі киелі мәтіндеріне сәйкес өмір сүруге тырысады. Қалашық Америкалық Айова штатында орналасқан, ал оның толық атауы Махариши Ведик Сити. Бұлай аталу себебі қаланы салған кезде Махаришидің сәулеттік жүйесі пайдаланылған. Әрбір ғимараттың терезелері шығысқа қарайды және ортасы бос қалдырылады. Жергілікті тұрғындардың осы қағидалар бойынша салынған үйлер бейбітшіліктің болуына, сонымен қатар адамдардың ұзақ өмір сүруіне себеп болатынына сенімдері зор. Ведик Ситиде аюрведа ілімі қолданылатын Раджа спа орталығы және шеңбер бойымен қойылған 10 ақ бетон және мәрмәр ғимараттан құралған ашық обсерватория бар. Олар ғарышты бақылап отыру үшін қажет. Мұнда ойдағыдай қатынас құралы болып санскрит тілі саналады. Дегенмен ешкімге ағылшынша сөйлеуге тыйым жоқ. Бір бөлме ғана сиятын арал ақш. Бұл аралда шамасы дүние жүзіндегі ең сорлы интроверттер тұратын болу керек. 1950 жылдары адамдар мен қалалық өмірден жырақта демалуды қалаған Сазиланд әулеті көп кішкентай Just Room in Oak Island ағылшынша бір бөлмеге ғана жетеді, аралын сатып алған. Жаңа иелері аралда үй тұрғызды және су қоршауындағы жалғыздық рахатына бөленетіндеріне үміт болды. Алайда өзен ортасында қалқып жүргенде көрінетін үй тез арада халық арасына танымал болып кетті. Қазіргі таңда әртүрлі ерігіп жүрген адамдардың назарына үнемі ілініп қалып жүр. Ол ресми түрде туристік орын болып саналмаса да, көптеген демалыста жүргендер шағын үйді бір көргісі келіп айдынға барады. Және коттедж айналасында фотокамералардың жарқылдары жиі байқалып қалып жатады. Бұндай жағдайда арқаны кеңге салу және жұрттан демалу оңай бола қоймайды. Достар, егер сіздерге бүгінгі біздің ақпаратымыз қызық болса, лайк басып, каналға тіркелеміз.